Міне кез келген жеребе мен саланы таңдап аласың, содан жасайсың. Көшпелі кинотеатр. Аха. Оны бастадым. Мектептермен барып келістім. Қанша табыс таптың? 2 апталық табысым 420 мың. 2 аптада. 2 апталық табыс. Давайте. Ағай, бұл кісі Айдос. Тоже бір ай саласын таңдай алмай жүрді. Тоже видеолар да бар. Бірінші видеоларынан бастасақ. Давай. Так, маржа қосып жүрші. Ана инстаграмда кеш. Мына жігіттер, мына азамат мен азаматшалар. Мына азамат мен азаматшалар саласы таба алмай жүргенде біз айтқанбыз. Міне кез келген жеребе мен саланы таңдап аласың, содан жасайсың деп. Соның нәтижесін қазір. Давай қоса ғой. Қос. Бірінші класс оқушылары 600 билет сатылды бірінші күні. 2,5 мың оқушысы бар мектепте. Келесі видео қос. Сурет қоссау. Ұстап тұрған қосы лучше. Так, біз табысы. Мынау, бұны артефакт дейді. Артефакт деген дәлел. Фактімен дәлел. Арт деген искусство, да? Дәлел. Давай өзіңе. Ассалаумалейкум баршаңызға. Қандай саған түсті? Көшпелі кинотеатр. Аха. Соны жаңа аттың тоғысына салдым. Таңдап берген болдым мағай. Негізі жеребе менен. Ұлан мырзаға рахмет. Аха. Соны бастадым. Мектептермен барып келістім. Бірінші 5 мектепті араладым. 5-еуі де мақұлдады, келіңіз деп. Нені алдым, жаңа кинотеатрды алдым, бардым, қойдым, билет бағасына келістім, афиша шығардым. Барлығын берді, WhatsApp-қа жіберді, соның бәрін распечатка жасап, билетімді распечатка жасап, заводшыға апарып бердім. Сол қатар-қатарынан мектептерге қойып жүрмін қазір. Қанша табыс таптың? 2 апталық табысым 420 мың болды. 2 аптада. 2 апталық табысы. 2 аптада 2 мектепке. Міне қараңыздар, 2 аптада дәл осы сияқты бар ғой, мен өтірік десеңіздер білмеймін, мен қолымды кесіп берейін. 1000 түрлі сала бар. Просто кез келгенін алу керек та, жасау керек. 420 мың теңге сондай қырып бара жатқан Қазақстан үшін үлкен ақша емес. Жалпы Қазақстанның нарық үшін. Қазақстан нарық үшін. Жаңа балаларға апарып жақсы кинотеатр, жақсы киноны, қажетті нәрселерді көрсету керек та. Әдемі, қажетті балалардың санасына тәрбиелік мәні бар нәрсені көрсетсе, бір баладан қанша ақша неменеге? 300 теңгеден. 300 теңге түк емес бір балаға да. Бір бутылка судың ақшасы берді, а бұл кісіге 450 мың теңге ақша. Ары қарай бұны дамытуға болады. Жақсы, керемет. Енді ары қарай бұйырса ауданнан кинотеатр ашсам ба деймін. Тамаша.